Сәлем менің талапты жас досым. Бүгінгі сабақта қолөнер бұйымымен танысамыз. Досым, өнер дегенде сенің көз алдыңа ән, би өнері елестеуі мүмкін. Бірақ қолөнер дегеніміз халықтың тұрмыс тіршілігіне қажетті адамның екі қолмен жасалатын заттарды айтады. Оны кез келген адам жасай алмайды, сондықтан да өнер болып табылады. Қазақ халқы қолөнерге өте бай. Ертеректе қазақ халқының шаруашылығына тиімді баспанасы болған. Ол киіз үй. Киіз үйді қолөнердің биік шыңы десек болады. Киіз үйдің шаңырағы, уықтар мен керегесі, есігі, киіз үйге қажетті заттардың барлығы қолмен жасалынған. Сол секілді киім-кешекті тігуге, азық-түлікті өндіруге қатысты тұрмыстық заттар зергерлік бұйымдарда қолөнерге жатады. Қазіргі таңда осындай тұрмысқа қажетті заттарды әртүрлі заманауи техника арқылы да дайындайды, бірақ қолөнер үнемі бағаланады. Бүгінгі сабақта киіз үйдің бөлшектерімен танысамыз. Киіз үйдің бөлшектері ағаштан, қайыстан, қыл-арқан және киізден тұрады. Бір шеге қағылмайтынын байқауға болады. Киіз үйдің сүйегі кереге, уық, шаңырақ, есік немесе кейбір аймақта сықырлауық деп те атайды. Шаңырақты көтеріп ұстап тұратын ағашты бақан дейді. Кереге киіз үйдің фундаменті мен қабырғасы. Пайдалануға әзір болған керегелерді қанат деп атаған. Мәселен, 6 қанатты үй десек, ол үйде 6 кереге бар деген сөз. Уық кереге мен шаңырақты қосатын негізгі бөліктің бірі. Уық керегеге уықпау арқылы байланады. Шаңырақ киіз үйдің тура төбесі. Шаңырақтың бөліктері тоғын, күлдіреуіш, кепілдік. Тоғын шаңырақтың шеңбер бөлігі. Шаңырақтың күмбезді бөлігі күлдіреуіш. Кепілдік күлдіреуіштің орнына тайып, қозғалып кетпеуін қадағалайды. Киіз үйдің есігі екеу болады. Біріншісі ағаш есік. Бұны қазақтар көбіне сықырлауық деп атаған. Оның сыртынан киіз есік құралады. Қазіргі заманауи үйлерде жылы болу мақсатында екі есік қою, не болмаса жылы материалдармен қапталған есіктерді қою қалыпты дүние. Керегені жабатын киізді турылық деп, уық бөлігін жабатын киізді үзік деп, шаңырақты жабатын киізді түндік деп атайды. Баулар турылық бау, үзік бау, түндік бау, жел бау деп аталады.